Судак. Опа! Остава! Давай! Йо! Жыланбас құмна! Тартай! Жыланбас! Жыланбас! Достар, блин! Бізде бірінші рет жыланбас. Базар жоқ, жыланбас! Жыланбас! Красавчик! Бағына қармақты сүйреп кеткен сазан. Қармақты тауып алып, қармағымен біргесінде Ассалаумалейкум достар. Қайырлы күн, қайырлы кеш дейді. Қайырлы кеш қазақ ел. Бүгін мені көптен күткен сәт. Құйғанға жол тарттық балыққа. Алла берсе, достармен бүгін тағы да жігіттер қосылды. Өзімнің алып жігіттерім. Анжар, Нұртай. Қайсет, тоғыр қайсет. Алла берсе. Әлі бір 200 километр бар шығар. Алматы Қарағанды. Алла берсе. Алла жігіттер, кет. Отырайық. Қанченгел. Қанченгелге сен кел дейді. Алла берсе Қанченгелге жеттік. Bir жолды орталадық. Алла берсе. Қанченгел. О, бля. Қанченгел. Ол достар, Алла берсе жолға шығып баратырмыз. Енді Алла берсе Құйғанды көрсеміз. Өзіміздің ауылдың кафесі 16-шы нөмірдегі Қанченгел кафесі. Жолда өтіп барсаңыздар кіріп міндетті түрде шашлығын жеп көріңіздер. Құйған ауылы. Ауыл деген алыс деген болмаса, бірақ жағдайлар жақсы кейін. Мына жақта шөп жинамайтын сияқты ғой, елдер, Шөп жинамайды. Көбісі тоқалтамда тұрады екен, ар жақта тоқалтамдар бар екен, 4-5 үй. Қамыстан салған үй. Ажыр тұрып отырған қамыстан. Қорас, қамыс. Құйған тура Балқаштың жанында. Сыртын неме сарып баққан қаптай салды. Сөйтіп көріп қайттық бұл жақта да. Ал достар, міне келдік. Діттеген жерімізге жеттік. Құйған канал. Құйғанның жанында реалия ғой. Бұйырса, жақсы жаңалықтармен бөлісеміз деген ойдамыз. Бұрқыратып жатыр, бәрін дайындап жатыр. Дайындық. Қайықты суға түсіріп жатырмыз. Хищник. Жыланбас. Жайын Алла бұйыртса. Күн ыстық, өте ыстық болып тұр. Міне, өте жақсы жер. Қамыс. Өте керемет жер. Жоқ, желеткі кемеді ғой. Алла бұйыртса поклев болатын шығар. Видеоға түсіріп үлгермедік, бірақ екі қараштан Алла бұйыртса.
Достар, екі карась. Біреу өтте жақсы карась. Ой. Біреу кішірек, болады. Ана өте жақсы карась дейді. Келесі карась. Карас клювать етіп жетір. Нормально. Бұйырса. Сазан ұстаймыз. Хищник. Алла бұйырса. Бұрқыратамыз. Ар жақты көрмедім, ана жақты. Мұнан айланып көш. Оңышты орын бар шығар жақты. Қармақтар бірінен бір жыпырласып қойдық. Рыбалка жалғасуда. Бір қармақтан айырылдық. Балық тартып алып кетті ұшым. Кормить етіп жүрген едік. Ешкім үлгермеді ұстап. Суға кетті, короче, скороспен кетті. Пока сол екі караспен тынышталып тұрмыз. Клев болмайтырын кешке артай басталмаса бұйыртса. Сазан. Бер тартай бер. Сазанчик. О, красавчик. Бағанақ тартқанда түскен ғой мұ? Айыр кеп бар. Böyle küçük kapta çıktı. Ağzını cırt çeviririz. Bitip iki жағынан ұстап, көрсетшір. Сазанчик, первый сазанчик. Карась. Бар. Бар ма? Жа, сазанчик. Карась па? Карась екен. Нені көріп, сап-сары жүгеріні көріп. Не деп қалдым ғой? Айтеді. Кемейді екен бүйтіп ұстап көрсеткен қалды. Сала бер. Газ, не бар деді ғой. Тауғым бар еді. Бар ма? Карась кішкентай бірдеңе. Сала сал неге? Нарезкаға саламыз. Кешкісін. Карась қой, карась. Карасчик. Уа! Жылы. Вобла ма карась па? Кешкеге салқындағанда түседі қазір. Ас болсын жеттер. Шеф-повар. Помощник повара. Бағана қармақты сүйреп кеткен сазан. Қармақты тауып алдық. Қармағымен бірге шықты жағаға міне сазан. Базар жоқ жігіттер. Бүгін трофей жарып жатырмыз. Красава. Молодец. Қармақ шықты. Базар жоқ. Құйғанға еген бүгін бірінші күн деген қатыстық. Қабырық. Тыныс алу қиын болып жатыр. Суды бітірдік. Суымыз жетпей жатыр, Қабырық. Ауа жоқ далада. Қайта чомалып жатыр балалар. Көрмейін ба? Ау дейді. Қаяқта жүр. Судың астынан барды ғой. Тыңдап тұрды ғой дейді. Оля дейді. Бірақ батырмайды екен. Ош равна етсен саямай алады. Аяғыңды алдыға жібер, артқа жібер. Артынан тартып жатыр ма? Бүйтіп айланып кетесіз екенсің, Заш. Атты тишің ана басына жүзі өтуге болатын. Теріс киіп көрсеші қалай ол? Наоборотная ана. Бұтынға дейсің. Поклеп қылтып атыр. Аяғыңды астынан шығар. Бекші, әйбет болсын келіп суға түсіп. Малектер әлем құттықтайды екенше. Кенеңді ма? Аха, келіп отырш. Енді суға түспесек болмайды. Мана жақтың ыстығы деген, масқара жігіттер бар ғой. Су деген
Тема болып тұр, вообще мынау жып-жылы су. Бля, асты вообще салқын екен, байқандар ма? Ары жақ салқын болады. Алты білмейтіндер жилетпен жүр. Дәу саусағымды тартып қойды бірдеңе. Қойшы. Дәу саусағым. Ана ортаң саусағын тартып кетпесін. Қайден бар ғой, бүйте баяғым жетпейді ғой өлеш. Ағын ағып отыр астында. Нұртай бүйт жанда жилет шешіп неғып отыршы. Омалар әлем қытықтайды екен. Аға? Былай қарай кетіп қалсам жүре алмай қалдым. Көлігін барамын келдім мұна, не есім шығдым. Отыр не яқын. Малектер әлем қытықтайды. Үстінде толып жүрме. Отыр. Әлем чымыр дегізеді, Қармақтар жинай кеп жүрмеді. Тема. Қармақтардың арасында шоғын жүрміз ғой, короче. Оңай жатыр, обедте балықтардың бәрі сазанда. Ой, не гүлдер. Бәрі батырапен кәзді. Өзін тартып. Тергесіз де қалды. Несейін әне қапырайын. Иә, мен сәлі терең жаққа барайын. Ане қалқын екен. Нарезкі тастаймыз, хищникке бұйыртса. Жылан басқа не қыламыз. Өзіміз барсамыз, үшеумізге ауырып кетеді. Алдаждан басқа кейде көру. Сонда сен барып кел. Бе жақтан көпсің. Екеуің барып кел. Шұғырана көмектесіп жіберді. Балық бар ма жоқ? Екеуің періп бар. Тұрачы массаждан босай. Ана, неде темір бар екен абайла. Қайды? Ана стойкада. Тамаша, керемет. Айбат тема алмадыр. Тема демалуатымыз ғой. Маған деген жүресің. Номер ақат қонды. Мұнаң астына қалсаң бір тұншы қалсаң. Астына қалсаң өліш. Бәк маларың қытайды екен аға. Әлем құттықтайсың. Қармақты. Қармақты жоғалтып. Қармақты, екінші қармақ лақтырғанда со қармақты тауып алдық, еще сазанымен алып шықтық қой жағаға. Өте тамаша болды. Шамамен 2-2,5 килограмм сазандар бұйыртса. Миым ауырып кетші. Бұйыртса нарезкі салайын деп жатырмыз. Смело көтеріп кетеді дейсің ғой, ә? Неге хищниктерге қайсы түссе деп бұйыртса. Мына арқам бар балақ. Жыланбас, жайын, судак. Бізде чортан жоқ енді. Жерих бар ма? Жерих бар ғой, ә? Бар жерих. Қайсы түссе де жерих түсе қоймасын же. Жыланбас или чортан деп ма? Жайын. Жыланбас пен жайын екеуісі не түсуі мүмкін. Себебі ал, давай отыр. Sütün turp lақтырған сағат тұрса. Иә, сетші. Такой. Түсіп қойды. Әлі кет. Тарт шо. Тарт, өзің тарт. Я, сен қимылас, өзің тартқан же. Тарт өзіңді, көрші. Я тавыр қимыласың. Әшейін нелерін тартқылап жатыр. Жан. Құйрық тиіп кетті ғой ма? Кішкентай балықтар ғой. Ал, міне. Обед дейсің ғой бізде. Қараш. Қараштан. Обед. Уха. Бүгін ордақ. Бүтсіріп үлгермеді ма? Жыланбастар. Ағаш жоқ екен. Ол не? Нарезко? Жеп атыр. Аға, жеп атыр ақын тартып. Бағынан бер сөйтіп тұру. Бағынан бер, жоғын ішінде. Жыланбастар. 4 жыланбас жатыр. Оңыз алдырдан чауып жүр, о алда қолдан көкпеш бізге бұл.
Мынан жыланбас тартып отыр ғой деймін тақылды. Бағанан бері тартып отыр негізі. Бағана бір шығартық қой, я? Санча шақырған бір. Міне. Аяқ түйісіп қойып. Ақын жеп отыр. Бүгін 3-ші күн. Ертең бір күн сонымен қайтамыз. Балық болып жатыр, чортан бар екен. Чортан деп, ой, жыланбас. Жігіттер ұйықтап жатыр. Тұрмай жатыр. Клев что-то азайып жатыр, кормить етпесек. Магазин. Wi-Fi істеп тұр ма? Мына бәрі магазин сияқты екен. Интернет не бар ма, Каспий? Сарғаш бар екен, өзіміз сарғаш. Қойш? Біз 5 литр су алдық. Бұда сақ болған сияқты балаң. Арнайы сап-сап қатық қойған сияқты ғой. Есті шақ болды қой мәшін. Өшірік. Әне. Дөңгілік тайсы. Алпақ екен, базар жоқ. Боран басылып қалды кішкене. Бірақ күн бұлттанып жатыр. Боран басылып қалды, бірақ бар самал соғып тұр. Күн салқын. Біз жақта жұт жөк жоқ. Мына жақта қараңыздар, қандай керемет. Малдың нағыз жайылымы. Достар, мен қазір бір несі көрсетіп жіберем. Соны міндетті түрде комментарияға жазыңыздар, ол қандай өсімдік. Мына өсімдік. Жидек ба, жеміс дейміз ба, не дейміз? Жеуге бола ма, жо болмай ма? Мен өз басым білмейді екенмін. Білсеңіздер, міндетті түрде комментарияға қалдырыңыздар. Керемет жай қалып тұр. Жайылымда айналған бәрі керемет. Қамыс малға қолайлы өте керемет жер екен. Қайырлы күн достар. Бүгін міне 2-ші күн болды. Дауыл болып жатыр, қатты дауыл соғып. Клев тоқтап қалды. Судак ұстадық, жыланбас, сазан, карастар бар екен, жақсы, бірақ өте аз ұстадық. Себебі дауылды, өте қатты дауыл тұрып тұр, шаң көтеріп, құмды көтеріп жатыр. Енді бір күн жыдасақ, бүгін қонып шықсақ, ертең Алла қаласа, жолға шығуымыз мүмкін, Алла бұйыртса. Мына жақта су тапшы, өзімізбен алып келген суымыз жетпей қалды. Бір, екіншіден жаңағы ауа райы кедергі болып тұр аздап, бірақ дегенмен де жақсы сазандар, жақсы карась, вобла, судак, жыланбас бізде биыл бірінші рет, біз биыл емес, өзіміз осы балықпен айналысып жүргелі. Жыланбасты бірінші рет ұстап тұрмыз, чортан ұстағанбыз Жамбыл облысынан. Сонымен ауа райы өзгеріп, күн бұзылып, қатты боран, дауыл тұрып жатыр. Құм жауып жатыр. Сонымен де клев жоқ, қазір мүлдем тоқтады, бағана кішкене түсіп еді, қазір мүлдем жоқ. Сонымен жатырмыз демалып, шай тамағымызды ішіп. Алла қаласа ертең жолға шығамыз, қайтамыз ауылға бұйыртса. Содан камераларымыздың қуаты таусылып жатыр. Камераларды зарядкілейміз деп машинаның аккумуляторына отырғыздық. Машинаның аккумуляторына отырып суға бара алмай қалдық. Су жоқ, қаңсып жаттық мына жерде. Содан бағана жаяу қайықпенен ауылға барайық деп құйғанға жақын ғой мына жерде. 1,5 километр.
алла. Сөйтіп жатқан кезде бір кісі келіп қалды, Құдай сақтап етір. Сол кісіні аккумулятормен от алдырып, зарядке алдық. Ауылға барып су алып келдік. Енді бұл шалғай ауыл болғандықтан кішкене біздікіне қарағанда қымбаттау екен, бірақ дегенмен болады. Сол судан кішкене қиыншылық көрдік. Күн ыстық, оның үстіне қапырық болып тұр, бірақ жел деген масқара. Далада құмнан көзіңді аша алмайсың. Алла бұйыртса жолға шығамыз. Алла жазса амандық берсе ертең ауылға қайтамыз. Ауыл жақта жаңбыр болып жатыр. Мына жақта да жауатын шығар, жаңбырды күтіп отырмыз. Ал достар, көріскенше. 3-ші күн. Кешіміз батып баратыр. 2 рибак келе жатыр, бұйыртса. Нормально. 2 рибак келе жатыр. Арғы жақтарды аралап, бала аулап көріп жатыр. Бүгіндікке 1-2 сазан, келгенде 2 күн қатарынан жақсы түсіп еді. Что-то бүгін вообще нулевой. Бағана 1 сазан, основной вобламен, кішкенде карастер. И вобла ғана ғой. Жылан баста таңертеңгісін жақсылы не чау болды бет, что-то оларды қазір. Жаңа бір судак ұстадық еще. Жыланбас судак бізде 1-ші рейс. Хищниктан. И жайын ұстаймыз ба деп едік, что-то биыл жайының жағдайы қиын болды. Кешегі тастаған нарезкаларымыздың іштеңе түспепті. Сол қалпында қалыпты. Амурға да тастақ қойдық, білмеймін. Кеше қамыстарды қисайтып кетсек, амурлар жепті. Амур бар екен, значит. Бірақ бүгін тастадық оларға кормды. Бірақ көреміз, бұйырғаны болады. Алла жазса қарап көреміз. Құйған деген ауыл осы міне. 1000 адамдай тұрады екен. Магазиндері, қайықтары. В общем, балқаш наяқта. Құйғанның бұрынғы көпірі. Осымен өтіп жүрді. 2 ауыл, өзеннің 2 шетінде ауыл болған. 1034 жыл салынған деп. Мына көпір былтыр соғыс салдарынан қирап, мына көпірді былтыр берді. 1964 жыл қалпына келтірген. Асилар жатсыңар, Апастен сияқты мына көпірі. Ал, достар, жігіттер, міне біз бүгін бітіріп, рыбалканы қайтып баратырмыз ауылға. В общем, бір жақтың желін бағытта бағылық ұстамаса болмайды екен. Су тартылып кетті. Соменен жиналып жатырмыз. Бірақ души демалыс болды. Алла бұйыртса ауылға.